жаңылмасақ, көкпар, кіші жүз, Сырым Мырзаның атына тиді ме деймін де көкпар міне, солай жорамалдап тұрмыз. Жаңылмасақ солай болу керек енді. Бота палуанға тиді, Маңғытай Бота палуанға тиді көкпар, Сырым Мырзаның атыма деймін де астындағы ат. Деп жорамалдап тұрмыз, толық сеніммен айтамай жатырмыз. Солай ма? Бәрекелді міне. Солай болып жатыр. Міне көкпарды Сырым Мырзаның атыменен Бота палуан басып кеткен болатын. Muhtar kel, Muhtar köke keliniz mine. Abaylap qo'singizlar. Mine Davren palvon, xudo xolasa mine. Tassa Davren palvon, ko'kparga tiymay turingizlar. Mine Davren palvon mening qurdasim Aytuğulu palvon bu. Dunyoga bir kelетін palvon qo'y bu. 10 ko'ringan palvon. Mектеп қабырғасында көзге түсіп жүрген палуан 16 жасында міне Айтулы Сатылхан ақсақалдың көкпарында 2 салып көкпарға түскен, көзге түскен 92-93 жылдан бері міне атта отырып келе жатқан палуан бұл. Бәрекелді, баруын міне. Сырым Мырзаның атыменен Бота палуан. Сіз басып бұратқанда айтып қойғамыз Бота палуан. Сырым. Ат кімдігі? Дәурен палуан. Берсеңіздерші көке міне аттың егелеріне. Дәурен палуан ат кімдігі? Қолчығаш, міне, Қолчығаш, Әбдікәрім, Қолчығаш Әбдікәрім міне, марқұм көзден кеткенмен көңілден кетпейтін Қолчығаш Әбдіқадыр ақсақалдың немерелері Тілләбектің басшылығында қат бұл. Міне осы ауылдың тумасы Айтулы Арғыбеттегі міне осы Арғы Мәренің төрешісі Әмір Тілләбек Ашой мырзалардың атыменен Қайтуын Дәурен палуан тасты. Енді Дәурен сәл тоқтап тұр, енді 2 бар салым қалды.